балалар, бүгін сабағымызды бастап отырмыз. Енді сабағымыздың негізгі тақырыбы қазақ әдебиеті рухани қазына. Енді осы сабағымыздың мақсаты қазақ әдебиеті бай мұрасы рухани қазынасын тереңірек түсініп, оқушылардың ұлттық санасын дамыту, яғни оқушыларға әдеби арқылы тарихи, мәдени және рухани құндылықтарды жеткізіп, олардың шығармашылық қабілеттерін қайту дамыту. Енді бүгінгі сабағымызда балалар қазақ әдебиеті болғаннан кейін, жалпы қазақ әдебиеті халқымыздың тарихи естелігі, ұлттық келбеті, рухани әлемі. Бұл әдебиет бізге ата-анамыздан, сонау ұрпақтан ұрпаққа қалып келе жатқан үлкен мұра. Сол мұраның біз рухани азығыменен қазақ әдебиет арқылы біз өзімізді танимыз, танытамыз, әлі де біле береміз. Бүгінгі сабағымыздың біз осы рухани қазынаны аша отырып, оның байлығына терең бойлай отырып, осыдан біз құндылықтарын біз сүзіп алуымыз керек. Әрбір шығарма, әрбір сөз кезеңінде бұндағы жедел сұрақтар, жедел жауаптар, яғни әр топқа, екі топқа кезекпе-кезек қазір сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап береміз. Одан кейін екінші тапсырма кім тапқыр. Бұндағы жаңағы біз мына алдыларында тұрған топ басшылары көркем әдеби кітаптар қойылып тұр. Осы көркем әдеби кітаптарға байланысты сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға осы көркем әдеби кітаптар арқылы жауап береміз. Одан кейін сәйкестендіру бұл шығарманың авторы, кейіпкері және сол шығарманың өзіне осыларды сәйкестендіресіздер. Одан кейін бәйге сұрақ, бұл бәйге сұрақта екі топқа кезекпе-кезек сұрақ қойылады. Сол сұраққа жаңағы жауап береміз. Одан кейін рөлге ену, яғни аттар беріледі. Сол кейіпкерлерге топ болып ақылдаса отырып, сол кейіпкердің атыменен өзіміз сол кейіпкер ретінде сөйлесеміз. Одан кейін сөз тапқанға қолқа жоқ, яғни мақал-мәтел сайысы. Мақалдың жарысын тауып, топ жаңағы бізде мәреге жетеді. Енді сендердің өздеріңді 10-шы сыныппенен жаңағы 9-шы сыныпты екеуін сайысқа шақырып отырмыз. 9-шы сыныпты мұра тобына шақыратын болсақ, 10-шы сыныпты қазына тобына шақырып отырмыз. Енді балалар өздеріне сәттілік тілеймін. Кезеңінде бұндағы жедел сұрақтар, жедел жауаптар, яғни әр топқа, екі топқа кезекпе-кезек қазір сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап береміз. Одан кейін екінші тапсырма кім тапқыр. Бұндағы жаңағы біз мына алдыларында тұрған топ басшылары көркем әдеби кітаптар қойылып тұр. Осы көркем әдеби кітаптар қазақ әдебиетіндегі ұлттық құндылықтарды, салт дәстүрді, тарихи тағылымды анықтау, яғни көркем шығармалар арқылы ата-баба аманатын, рухани мұраны танымды. Бұдан келген жаудандар жүйрік алысқа шабады, сендерге жауап беруге болады екі топтар. Қаһарман бір рет өледі, ойнап сөйлесеңдер, сөз қадірін білмеген, көп сөз көмір, қасқырдан қорыққан, бір қарылмайды, қайта жауған қар жаман, аттың барда ел танып желіп жүр. Асың барда ел танып. Тілі басқа, тілегі бір. Аяқ жаман төр бұлғайды. Ескіні жамағанның есі кетеді. Әңгіме бұзау емседі. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Өте жақсы, тамаша балалар. Міне сабағымызды қорытындылай келе, екі топта да өздерінің ойларын ортаға салып, екі топта да жаңағы жақсы жауап беріп,
бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Балалар, үлкен рахмет. Күшік. Қолға үйренбеген күшік. Топтан жауап болуға болады. Көксерек дейді. Қолға үйренбеген күшік. Көксерек. Автор кім көксеректің? Мұхтар Әуезов. Жақсы, жылдамдықты қажет етеді бұнда. Отанды сүюді тәрбиелеу неден басталады? Отанды сүюді тәрбиелеуден неден басталады? Өте жақсы. Өлмейтұғын артында сөзі қалдырған кім? Артында сөз қалдырған өлмейтұғын. Кім? Жоқ, өзі табады, сендер қатымызды. Жақсы, онда бұл сұрақты қой тұрайық. Ғалым, суретші, саяхатшы, кім? Жақсы, жылдамдатамыз. Жолбарыс терісін жамылған адам. Жақсы, тамаша. Сенің атың кім? Жақсы, тамаша. 100 жыл жасаған жыр алыбы. Жақсы, тамаша. Сонда жаңағы 2 кітаптыр екен, осы 2 кітаптағы өлмейтұғын артына сөз қалдырған кім? Өте тамаша, өте жақсы. Тамаша. Келесі 2 топ шақырамын. Бірінші сұрақ. Отбасы тәрбиесі жанұя туралы жазылған шығарма. Жақсы. Қазақ қызының тағдыры трагедия. Өте тамаша. Сен қандай қазақсың? Генерал Қамал. Қайтпас? Өте тамаша. Нысанбай жыраудың дастаны? Тамаша. Рухани байлыққа жетелейтін кітап? Рухани байлыққа жетелейтін кітап? Зеректікке, білімге үндейтін кітап? Ауыстыруға болады, жылдамдатып. Мәңгілік тақырыпты суреттеген Жерлеш жазушының кітабы. Мәңгілік тақырыпты суреттеген Жерлеш жазушының махаббат қызы. Шығарманың авторларын дейміз. Осы шығарманың авторларын сәйкестендіреміз. Осы шығарманың авторларын сәйкестендіреміз. Осыны алып, сөйлесетін жаңағы жасырамыз. Жақсы. Мынаған әкеп жасырамыз. Мынаған әкеп жасырамыз. Жақсы. Егер мен Ақбілек болсам, мен тағдырдың тоқыметін көріп, соның бәріне мойныма айқасып тұрған қазақ қызы болар едім. Менің өмірім қорлық пен үміттің, күйреумен қайта тігілудің айқасы. Мен әлсіздікті күш тудырған жанмын. Егер мен Ақбілек болсам, тағдыр мені талай сынады, жастығымды жаралады, жанымды қажытты. Бірақ мен сынбадым. Өйткені адамды құлататын қайғы емес, үмітсіздік. Мен өзіме өзім тірек болдым. Қорлық көргеніммен рухымды тататпадым. Мен әйелдің де еркін ойлай алатынын, өз жолын өзі таңдай алатынын дәлелдегім келді. Ар менің ең биік өлшемім. Өйткені өкініш емес, сабағы ретінде қараймын. Менің тазалығым тәнде емес, жүректе. Мен білімге ұмтыламын. Өйткені білім мені қараңғылықтан жарыққа алып шыққан күш. Оқыған сайын өзімді, құндылығымды тани түстім.
Мен болашақтан үміт үзбедім. Қандай ауыр күндер артта қалса да, алда жарық бар екенін сездім. Мен жаңарған Ақбілек. Мен Ақбілек болсам, өз тағдырым арқылы қазақ қызын төзімін, рухани биіктігін, қайта тұра алатынын күшін көрсетер едім. Менің өмірім әлсіздік емес, күрес туралы хикая. Бұл енді рөлге ену тапсырмасы болатын. Бұл тапсырмада 10-шы сынып қайта кейіпкерлер таңдап алдыңыздар. Ақан сері және Абайды таңдап алайықсыздар. Сіздер Махамбет Ақбілектің жаңағы образын таңдап алған екен. Жақсы, өте жақсы. Енді қазір мен сөз кезегін 10-шы сыныпқа бергім келіп тұр. Бірінші Ақан. Егер мен ақан сері болсам, мен еркіндікті сүйреткен, өмірін өзегіне айналдырған сал сері болар едім. Жүрегім әнге, жаным сұлулыққа толы. Мен үшін дүние кең дала, ал өмір әуен. Егер мен ақан сері болсам, өнер менің тағдырым, әнім ішкі жан айқайым, жүрек сырым. Мен ән арқылы халқымның қуанышта да, мұңында да жеткізе аламын. Өнерсіз өмір, үнсіз дүние, еркіндік. Мен еркіндікті бәрінен биік қоямын. Ешқандай шектеу менің рухымды байлай алмайды. Өте жақсы, тамаша, рахмет. Келесі Абай. Егер мен Абай болсам, мен халқымның кемелдеуін ойлаған ойшыл болар едім. Мен үшін сөз тек әсемдік емес, тәрбие мен жауапкершілік. Әр айтқан ойым адамды өзіне үндеуге шақырар еді. Егер мен Абай болсам, білімсіздік ең үлкен қасірет. Мен халқымды оқуға, ғылымға ұмтылуға үндеймін. Ақыл мен еңбек қана адамды биікке шақырады. Еңбек өмірдің тірегі. Еріншектік пен жалқаулық халықты артқа тартады. Талап пен табындылық қана нәтижеге жеткізеді. Мен халқымның болашағын білімді саналы ұрпақпен байланыстырамын. Ұлттың күші ойлы жастарда. Өте тамаша. Ұлттың күші ойлы жастарда. Мен еңбекке шақырамын. Өте тамаша. Енді Ақбілек пен Махамбет келесі кезекте. Ал Махамбетке сөз берейік. Егер мен Махамбет болсам, мен үшін күрес өмірдің мәні. Қара қазан сары баланың қамы үшін басымды бәйгеге тіктім. Өлсем ар үшін өлемін, тірі болсам ел үшін тірімін. Тәуелсіздік менің аңсаған арманым емес, міндетім. Еркіндік жолында шегінуді білмеймін. Халқымның бұғаудағы күні менің жан жарам. Намыс ердің тірегі, намысы жоқ ел тұл. Мен сөзіммен де, ісіммен де намысты оятқым келді. Мен сертке бердім бадым, жолдасымнан айналысып өзегіне айналдырған сал сері болар едім. Жүрегім әнге, жаным сұлулыққа толы. Мен үшін дүние кең дала, ал өмір әуен. Егер мен ақан сері болсам, өнер менің тағдырым, әнім ішкі жан айқайым, жүрек сырым. Мен ән арқылы халқымның қуанышта да, мұңына да жеткіземін. Өнерсіз өмір, үнсіз дүние, махаббат. Менің жанымды тербеген ең асыл сезім. Сүйіктінің бір күлкісін мені өмірге қайта келеді. Бір мұң жүрегімді жаралайды. Мен махаббатты жырламай тұра алмаймын. Еркіндік. Мен еркіндіктің бәрін биік қоямын. Ешқашан шектеу менің рухымды байлай алмайды. Еркін жан ғана шынайы өнер тудыра алады. Дала. Менің бесігім, таулар сырласын, жел әнім үні. Табиғаттың әр дыбысына мен әуен етемін. Әр көріністі шабыт аламын. Қайғыда да. Осының үшін бізде Ақбілек те, Махамбет те, Ақан да, Абай да өзінің ішкі жан дүниесін өздеріне жеткізе білген екен. Жақсы, өте тамаша. Жақсы, балалар, енді міне біз сабағымызды қорытындылай келе соңғы мәресіне келдік. Енді соңғы мәресе біздің ойымызды, жүйріктігін, шешендігімізді және зеректігімізді аңғартады. Енді қазір мен бірінші 9-шы сыныпқа мақал мәтелді жалғастыру, яғни сөз тапқанға қолқа жоқ айдары бойынша бірінші өздеріне қойылым келіп тұр. Ит тойған жеріне бар ма топта? Жоқ екенде. Ер туған жеріне. Екінші, кісі елінде сұлтан болғанша
Өзге елде Өз елінде елінде отан бол. Жақсы. Туған жерде жер болмас, ел болмас, иә, кішкене. Туған үйдің түтіні жылы, туған ананың күтімі жылы. Иә? Батыр туса ел ірісі, жаңбыр жауса жер жер ірісі. Жақсы. Болат қайнауда шынығады, жігіт майданда шынығады дейді, иә, балалар, кішкене біраз нетте, иә, осылай. Өз басыңды дауға берсең де, досыңды жауға берме, өте жақсы. Көрегері көсем боларсың, сөйлей шешен боларсың. Жау жағадан алғанда, иә, бөрі етектен алады. Жақсы. Тіл тас жарса да, тас бас жарады екен, иә. Білекті бірді жығады, білімді бұлды жығады. Ғалымның хат өлмейді, ақынның хат өлмейді. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Үйренген жау, неменеге жақсы? Алысқанға жақсы, иә. Елуінде ер дана, 50 жылда жақсы келесі. Өте тамаша, иә, толық жауап берді. Ауызша түрде қайтеді әдеби мұра екен. Екінші сұрақ, ертегілерді негізгі түрлері қандай? Ертегілердің. Жалпы халық аузында жүрген қиялға жайып, тұрмыс салт туралы және жануарлар әлемі жайында ертегілер бар. Жақсы. Жыраулар поэзиясының басты тақырыбы қандай? ел бірлігі мен ел тағдыры. Ел бірлігі мен ел тағдыры. Жақсы. Толғау жанрының ерекшелігі неде? Толғау жанрының ерекшелігі неде? Оның ерекшелігі бұрынғы замандағы халықтың жағдайын жырлау болған жауап береді. Өте жақсы, тамаша. Батырлар жырында басты кейіпкерлер қандай болады? Мысалға, ержүрек болады, батыл болады және де қаһарман болады. Жақсы, өте жақсы. Ал лирикалық шығарма нені білдіреді? Лирикалық шығарма нені білдіреді? ақынның ішкі жан дүниесі. Ақынның ішкі жан дүниесі. Эпикалық шығармаға не тән? Эпикалық шығармаға не тән? 1, 2, 3 сұрақ жоқ, иә? Бар ма сұрақ сен? Жауап бар ма сендерде? Жоқ. Эпикалық шығармаға не тән? Жақсы. Бұған оқиға, сюжет, кейіпкерлер болады екен, иә? Жақсы. Драмалық шығармалар қалай жазылады? Театр арқылы екі адам. 10-шы сынып жедел жауап. Мен бірінші 9-шы сыныпқа осы сауалды бастағым келіп тұр. Яғни миға шабуыл жауап беруге болады. Жақсы. Бірінші, ауыз әдебиеті дегеніміз не? Осы жерде үш жасаңдашы, менде қазір бірақ ал 1, 2, 3 есеп бар.